Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кесеге жасалатын тағамды өзім бірінші рет жасадым. Мендегі қателік мына жерде көріп тұрғандарыңыздай нандарым бөлініп қалды. Кеседен дұрыс алынбады. Себебі кесені бір майлап жіберу керек екен, бірақ өте дәмді, ерекше болып шықты. Нанымен қосып жеп қоясын бұл тағамды. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бірақ кесені дәл менікіндей бұзып алмаңыздар. Ол үшін алдымен майлап алу керек екен. Мен майлауды ұмытып кетіппін, бірақ өте дәмді болып шықты. Ал енді жасауды бастаймыз. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өзім жасап көрген рецептерді осы каналға салатын боламын. Жасауды бастаймыз. Ең алдымен етімізді осылай етіп барлығын 4-5 көпектап турап алатын боламыз. Алдын ала дайындап алған көкөністерімізді тураймыз. Пияздарымды дәл осылай турап шықтым. Одан кейін картопымызды, сәбізімізді барлығын тураймыз. Барлығын турап алдық. Енді қызып тұрған майымызға етімізді салып қуыруды бастаймыз. Дәл қуырдақ жасағандай немесе картошканы қуырғандай барлығын осылай қуырып пісіріп алатын боламыз ең алдымен.
барлығын жақсылап қуырамыз. Тағамды өзім көбірек қуырам. Тағамды көбірек қуырған сайын дәмі ерекше болып шығады. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салдық. Енді нанымызды, қамырымызды елейтін боламыз. Ол үшін алдымен суымызға тұзымызды, бір жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырып, қамырымызды елеп бастаймыз. Одан кейін ертілген сары май құямын кішкене. Ол да қамырымыздың қатты қатып қалмау үшін кішкене сары май қосып жібересіздер. Осылай қолымызбен жақсылап қамырымызды елеп аламыз. Арасында тындырып тұруды да ұмытпаңыздар. Қамырымыз жылтыр болғанға дейін тындырып тұрамыз. Бір-екі рет тындырсаңыздар жеткілікті. Енді қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Кесеңізге байланысты, егер үлкен кесемен жасайтын болсаңыз, кішкене үлкенірек кесесінде осындай кішірек етіп 5-6-нан шықты. Дәл осылай қамырымыз тынғаннан кейін жайып бастаймыз. Енді жайылған қамырымызды дәл осылай кесемізге қоятын боламыз. Осы жерде мен кесені кішкене майлауды ұмытып кетіппін. Сіздер міндетті түрде майлаңыздар, сонда кеселеріміз ешқандай қиындықсыз піскен кесе жақсы болып түсетін болады. Менде майланбаған соң жабысып қалды. Дайын болған қамырымызды 200 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Енді формасы кішкене онша емес болып тұрғанмен дәмі өте ерекше болып шықты. Себебі қамырмен қосып жеп қоясыздар. Өте дәмді болды, жасап көріңіздер. Және жасап көргеннен кейін міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.